Сәлем достар, налогты дұрыс төлеу жолын білмесеңіз, бұл видео сізге арналады. Ең алдымен Каспи қосымшасына кіреміз. Басты беттегі госуслуги бөлімін таңдаймыз. Сосын жоғарыға жылжытып, платежи для ИП деп таңдаймыз. Сосын налоги для ИП деп таңдаймыз. Енді мұнда жеке кәсіпкерлік қай адресте тіркелген, яғни ИП қай адресте тіркелген, соны белгілейміз. Алматы дегенді таңдаймыз. Яғни выберите регион деп тұр. Сізде кәсіпкерлік қай облыста тіркелген, сол облысты көрсетеміз. Бұл кәсіпкерде Түркістан облысы бойынша тіркелген, Түркістан облысын көрсетеміз. Төменінде енді выберите тип платежа деп тұр. Бұл жерде сіз қай налогты төлейсіз, соның КБК номерін жазасыз. ИПН төлейтін болсаңыз, подоходный налогтың КБК номері 101-202. Яғни ИПН с доходов необлагаемых у источника выплат дегенді таңдайсыз. Ал егер де сіз социальный налогты төлейтін болсаңыз, оның КБК номері 103-101. Мінеки социальный налог деп шығады, соны белгілейміз. Енді бізге подоходный налогты төлеу керек, сол үшін 101-202-ні таңдаймыз. Сонан соң выберите УГД деп тұр. Бұл жерде сізде жеке кәсіпкерлік Түркістан облысының қай районында, мысалы Түркістан облысының Кентау қаласында ма кәсіпкерлік, немесе Арыс қаласында ма, немесе Бәйдібек районында ма, соны таңдайсыз. Бұл кәсіпкерлік Арыс қаласы бойынша тапсырылады, сол үшін Арыс деп таңдаймыз. Енді выберите район деп тұр. Бұл жерде Арыс қаласының қай ауылында ИП тіркелген, сол әкімшілікке қарайтын мұндағы сельский округты таңдайсыз. Бұл кісіде Монтайтас сельский округі, ал период деген жерге текущий периодты таңдаймыз. Название организации деген жерге өзіңіздің толық аты жөніңізді жазып қойсаңыз болады, немесе ИП атауын жазсаңыз болады. Мысалы, сізде ИП-ңіздің атауы ИП Мөлдір болса, ИП Мөлдір деп жазасыз. Ал сонан соң мұнда еніңізді жазасыз. Сосын сізде төменінде сумма деген жерге подоходный налогта сізде қанша сумма шықты, соны жазамыз. Мысалы 51 мың болса 51 мың, басқа да сумма болса соны жазасыз. Сосын к оплате деп төлем жасайсыз. Төлем жасамай тұрып барлығына тексеріп аласыз, сонан кейін барып дұрыс екендігіне көз жеткізіп төлем жасайсыз. Ақпарат пайдалы болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыз. Әр аптада 2-3 рет тегін ИП егов қызметтері жүктеліп отырады.